Түбінде бәрібір де біз саясатпен айналысамыз. Сізге ұлттық музей тарлық етпей ме? Зиялы қауым ешқашан билік үшін таласпайды. Өз арманымызда Қазақстанды құралдық па? Енді әттегеніміз бар. Жалған бір иллюзиялық амбициялар болды. Мынау 30 мемлекеттің құрамында болу, алып империяның мұра керек екенімізді айтуға болмайды тұғын. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз қоғам қайраткері, тарихшы, саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы. Берік Әбдіғалиұлы, студиямызға қош келіпсіз. Көптің көкейінде жүрген бір сауал бар. Сіз осы саяси қызметті ғылым жолында құрбан еттім деген екенсіз. Бір сөзіңізде осы рас па? Ғылымды соншалықты жақсы көресіз бе? Әлде үлкен саясаттан кетуіңіздің қандай басқа да бір себебі бар ма? Жалпы мен өзім мектепте оқып жүргеннен осы ғылым жолын таңдағам. Алғашқы зерттеулерім архивтерде жұмыс істеп, 9-10 сыныптарда Жамбыл қаласында, Тараз қазіргі. Сондықтан университетте де бітіргесінде мен ғылым жолында жүрдім. Бірақ саяси ахуал елімізде өзгеріп жатты, Совет одағы ыдырап, тәуелсіздік алып, соның алдында 89 жылдары осы демократиялық либералдық қозғалыс енді маған қатты ықпал етіп, мен сол кезде саясатпен қызығушылық болды. 89 жылы әсіресе желтоқсанның 3 жылдығын тойлаймыз деп, мен Қарағанды университетінде митинг ұйымдастырамыз деп, сондай бір жастар біраз бас қосқанбыз. Сол кезде мына саясатқа қызығушылық пайда болды да, бірақ дегенмен де университетті бітіргесінде ғылыммен айналыстым. Жалпы кейін осы ғылым жолында жүріп, саясатқа, мемлекеттік қызметке шақырғасын, қайда жүрсем де мен ғылымды тастамадым. Сондықтан бүгінгі осы әр адамның өз миссиясы болады ғой. Мен үшін ол бір басты құндылық, әрқайсының миссиясы осы ғылым жолында зерттеу, әлі көптеген тақырыптар бар, көтерілген соны аяғына дейін жеткізу. Сондықтан саясат ол мен үшін ол бір лауазым немесе бір дүние, ол былай көрсеткіш емес, енді ол көпшілікке бар, ол негізгі көрсеткіш. Адамның тағдырын сондай немен өлшеуге болмайды мысалға. Сол сияқты маған бастысы қазір атқарып жатқан қызметте емес қазіргі. Осы қызметте қандай мен ғылыми жобаларымды бұрын көтеріп жүрген соны аяқтауға мүмкіншілік бар. Сондықтан әріптестеріме, басшыларыма осы бүгінгі күні музейге келіп, осы музейде де осы жобаларды жалғастыруға мүмкіншілік берген әрқашанда ризамын. Өйткені әрбір адамның дамуында белгілі бір пісіп жетілетін тақырыптар болады. Соның бірі қазір мен бұрын зерттеп жүрген осы Алаш тақырыбы, 19 ғасырдағы ұлт азаттық көтеріліс, ол туралы қазір біраз еңбектер дайындап жатырмыз шығаруға. Яғни сол ғылым жолын жалғастырып жатырсыз? Иә, оны бір-біріне қарама-қайшы қоюға болмайды. Ол саясат, ғылым, ол түбінде бәрібір де біз саясатпен айналысамыз. Ғылымның өзін айналысып жүргенде тақырыптарды зерттеген кезде бүгінгі күні біз мысалға тарихты жаңғыртып, көптеген зерттеулерді шығарып, 7 томды қазақ тарихын қазір Қазақстанның барлық тарихшылары жазып жатыр. Сол сияқты бұлда бәрібір жады саясаты дейді, мысалы, тарихи сананы қалыптастыру саясаты. Сондықтан бәрібір біз саясаттан алыс кеткен жоқпыз. Сізге ұлттық музей тарлық етпей ме? Тура және ұлттық музей деген ол жай музей емес қой, ол бүкіл Қазақстанның тарихы. Ол өте ұлан-ғайыр, ежелгі біздің музейде ең көне экспонатымыз, адамның қолымен жасалған ең көне экспонатымыз ол 1 миллион жыл, 1 миллион жыл. Сондықтан анау кезінде тас ғасырындағы құралдардан басталады. Сол қазіргі осы күнге дейін барлық негізгі саяси оқиғаларға, тұлғаларға байланысты жәдігерлер тұр. Сондықтан бұл өте ауқымды жұмыс, бір ғана бір кезеңді зерттеу емес, 19-20 ғасыр бүкіл қазақтың тарихын түгелдеу, соны бізге халық келген сайын соны қызықтыру, көрсету, жеткізу, негізгі музей қызметкерлері негізгі миссиясы да сол. Сақтап қалу, қорғау, әрбір жәдігерді соны жеткізе білу.
Қандай істерді қолға алдыңыз? Біз бүгінгі күні енді көптеген жаңадан тарихи деректер шығып жатыр, соларды осы музейімізде де соны көрсете білу, тіпті сақ заманы болсын, жаңадан жәдігерлер, алтындар табылып, соларды түгелдеп, өйткені негізгі біздің Қазақстанның негізгі енді орталық музей деп біз өзімізді атасақ, Астанадағы келетін қонақтардың шетелден көп келеді. Сондықтан бүкіл тарихымызды сол жерде түгелдегіміз келеді. Бүгін енді қазір соңғы үлкен тақырыбымыз алып жатқан ол мынау Алтын Орда. Бізде енді шағын зал бар, бірақ оны біз кеңейтіп, осы келген қонақтарға осы кезінде Алтын Орда империясының біз мұрагер ретінде, соның жалғасы ретінде ашып көрсету экспонаттарын бір залын дайындап жатырмыз. Құдай қаласа осы мамыр айында ашу жоспарда тұр. Жалпы қазақ тарихына байланысты, соның ішінде Алаш болсын, соңғы 70-80 жылдарғы тұлғаларға байланысты жәдігерлерді жинап, оны да нақтылап ашып жатырмыз. Этнография залы біз өте көп қызығушылық халықтың, әсіресе шетелден келген қонақтардың. Бүгінгі күні біздің мәдениет ақпарат министрінің қолдауымен қазір жаңа этнография залын ашайын деп жатырмыз. Соның ішінде көптеген бізде кілемдер бар, 150-ге жуық кілемдер бар, бүкіл Қазақстан өңірінен жиналған. Бізде Қазақстанда ондай музей жоқ, кілемді ашып дұрыстап көрсете алмай жүрміз. Сондықтан арнайы соған зал ашып жатырмыз. Қазақтың жаңағы басқа да осындай этнографиялық дәстүріне байланысты, мәдениетіне байланысты жаңа жәдігерлерді жинап, жақында оны да ашамыз. Жаңа жәдігерлермен толығып жатыр деп айтып қалдыңыз. Соның ішінде бір қызықты, ерекше жәдігерлер бар ма? Халық мүмкін білмей жүрген ұлттық музейде. Жаңа дегенде бізде, жаңа айттым, осы Алтын Ордаға байланысты біз көптеген бір жеке коллекционерлермен қазір кездесіп, олардан алуға келісіп, кейбірін алдық. Соның ішінде бір өте қызықты 12-13 ғасырда шырағдандар, өте әдемі Алтын Орда заманының ыдыстары, күміс ыдыстары, қару-жарақтары, дуылға, сондай жақында жаңағы осы министрліктің қолдауымен қаражат бөлініп, біраз заттар алдық. Сондықтан ертең осы зал ашылғанда оны бәрін халыққа көрсетеміз. Әрине, соңғы кезде біз өзіміздің ұлы тұлғаларымыздан отбасымен хабарласып, ондайларды дүние жинап жатырмыз. Өткенде тіпті Мұстафа Өзтүрк бауырымыз кезінде отандасымыз осы Қазақстанда енді біраз болса да өмір сүрді, соның қызы келіп, оған да бір өтініш білдірдік. Ол да біздің мақтанышымыз, ол да бір уәдесін берді келіп, сол әкесіне байланысты жәдігерлерді тапсыруға. Мұстафа Шоқайға байланысты қазір бір жәдігерлер тауылып жатыр Түркиядан. Оған да қазір біздің әріптестеріміз, соның ұрпақтары, іздеушілер қазір тапсырып жатыр, тапсырды да. Кейбір тұлғалар өздері келіп бізбен хабарласып, өзінің отбасына байланысты құнды жәдігерлерін бізге тапсырып жатыр. Оны біз әрқашан ақпараттан бөлісеміз, әрқашан да алғысымызды да білдіреміз. Көптеген осындай жәдігерлер әлі отбасыларында сақталып келе жатыр. Сонында мысалы енді құнды кезіндегі мынау Қазыбек бидің шапаны, Абылай ханның шапаны сияқты сондай құнды заттарды тек қана бір отбасының иелігінде емес, бүкіл ұлт танысын, бұл бір халық көрсін деп сондай үлкен ниетпен тапсырған тұлғалар бар. Әрқашанда алғысымыз шексіз. Сондайларда енді бізге тапсырып жатса, ол тек қана бір отбасының емес, бүкіл елдің назарында болу керек. Ел арасында дегенмен де осы Қазақстанның музейлерінің жалпы жұмыс істеу тәсілі тозған, креатив аз деген секілді пікірлер айтылып жатады. Осыған келісесіз бе? Және бұның қаржылық тұрғыда әлде қиын ба музейлерге, әлде жұмыс жүйеленбеген бе? Бұның себебі неде жалпы? Енді көбінесе әрине музейлер, мынау облыстық музейлерде, әсіресе аудандық музейлерде, әсіресе жұмыс енді әлі көп талап етеді. Ол жерде қаражат құйып, жаңа экспозициялар жасап, қазіргі жасанды интеллект,
цифровизация, соны қолдану, енді оған ондай талап, заман талабы бар, елді қызықтыру керек. Бірақ сонымен қатар ең бастысы да ол емес, мен өз көрген тәжірибем, әрине жылтыратып қоюға болады бәрін, жарқыратып кіргенде бәрі. Бірақ халық оны көру үшін ғана емес, ол белгілі бір жәдігерлерді көру үшін келеді. Жәдігерді көру үшін. Ең бастысы, мысалы бізде алтын адам ба, сол алтын адамды көруге келеді. Олар ғана жылтырап, кино, бәрі креатив, ол да маңызды ғой, бірақ ол үшін ғана емес. Консервативтист тіпті міне Луврға, немесе Британ музейлеріне, Эрмитажға барсаңыздар, ол сол қалпы, ешқандай өзгеріс жоқ. 30 жыл бұрын қалай, сол күйінде. Бұл жерде халық Джаконданы көруге барғысы келеді, кезек бірнеше шақырым күнде очередь, кезек тұрады Луврға кіру үшін. Мысалға, билеті арзан емес Европада. Мысалға, олар сол оған кіріп, қайда мынау әдемі креатив деп демейді, олар белгілі жәдігерді көру үшін барады. Сондықтан ең бастысы музейлерге құнды жәдігерлердің ие болуы. Сол жәдігерлер туралы, экспонаттар туралы, тарихын біз музейлер насихаттауымыз керек, жеткізуіміз керек. Соны кейбір көркем өнер туындылары бар, картиналар, суреттер, сондайлар құнды болса, соған біз ең бастысы соны сақтай білу, соны насихаттай білу біздің негізгі міндетіміз. Соған халық келеді. Әрине, сонымен қатар жаңағы өзіңіз айтқандай, біздің енді музей бойынша ондай жоспарларымыз бар. Белгілі бір залдарда жаңағындай жасанды интеллект бойынша және цифровизация бойынша залдарға кейбірін қолданамыз. Бірақ ол басым бағыт емес біз үшін. Бізге негізгі ол жәдігерді сақтап, соны көрсетіп, соны аңызын жеткізу. Жаңа айтып қалдыңыз, мысалға, расыменде шетелдерде туристердің өзінің көбісі сол музейлерді көруге барады. Мысалға, Луврға елдер Мона Лиза картинасын көру үшін барады деген секілді. Біздің ұлттық музейге халық нені көру үшін келеді көбінесе? Біздің енді негізгі басты біздегі экспонат, ол әрине алтын адам. Ол тек қана бізде бәрі келеді, алтын адам түпнұсқасы қайда деп, түпнұсқасы бізде тұр. Ол ешқайда емес, кейбір айтады, ұлттық банкте сақталып тұрған шығар деп, басқа жол бізде тұр. Бірақ біз оның бәрін залда қоймаймыз. Залда ол 4000 әшекейлердің, әртүрлі майда әшекейлердің тұратын біздің ұлттық құндылық. Сондықтан бізде негізгі реконструкцияның қасында түпнұсқалар тұр, жан-жағында түпнұсқалар тұр. Қалған майда бәр заттар бізде қорда тұр. Сондықтан көбісі соны көруге келеді. Көргесін қасындағы жәдігерлерді көбісі байқамай қалады. Өзін қарайды да, түпнұсқа емес қой дейді. Жалпы сол жерде түпнұсқаның негізгі жәдігерлері қасында тұр. Біз енді болашақта оны дұрыстап көрсеткіміз келеді. Енді ол туралы да қазір жоба дайындап жатырмыз. Түпнұсқалы заттарды алтын адамның қасына көбірек қоямыз. Және оны жан-жақтан келген қонақтарға ыңғайлы қылып қою, қазір залды кішкене өзгерту болашақта жоспарымызда бар. Ал шетелден келетін қонақтарды не қызықтырады? Жалпы осы енді археологиялық заттар, әсіресе осы мынау жаңа сақ кезеңі алтындар дедім, сосын этнография. Ең оларды қызықтыратын біздің өзіміздің төл мәдениетіміз, біздің жаңа киіз үйімізді көреді, қол өнерінің заттарын көреді, әшекейлерді көреді, киім, жаңа кілемдерімізді шығарып жатырмыз. Сол сияқты соған қызығушылық негізгі. Өйткені орта ғасырға дейінгі археологиялық заттар барлық мемлекеттерде бірдей жалпы. Сол бір тас құрал, кейін қола заманы бір-біріне ұқсас бәрі. Кейін орта ғасырға келгенде біздің ерекшеліктер, әсіресе орта ғасырға дейін сақ заманынан басталады. Түркі, сосын жібек жолы қызықтыра бастайды. Біздің ерекшелігіміз. Сондықтан негізгі осы археология мен, соның ішінде сақ кезең және этнография ғой қызықтыратын. Енді біздің өзіміздің жалпы халық, жастарымыз музейге баруға құлықсыз, ынтасыз деген пікір бар. Сол рас па? Және оларды біз қалай қызықтыра аламыз? Жалпы ұлттық музейге жылына қанша адам келеді?
бізге музейде жалпы есептегенде бізді күніне 2000 адамдай келеді. Күніне. Күніне. Жалпы есептегенде. Сонда жылына бізде 600 мыңдай адам келеді. Бұл біз үшін өте жақсы көрсеткіш. Өйткені енді ауа райына байланысты кейбіреудің сосын демалыс күндері көбірек келеді. Bir күндері 1000 адам келеді, бір күндері 6000 адам келеді. Мысалға. Кейбір күндері 500 адам келуі мүмкін. Бірақ ешкім жоқ күн болған емес бізде. Міндетті түрде адамдар келеді, біз соған қуанамыз. Мысалға, біз осы 12 жыл болдың музейдің істеп тұрғаннан биыл бізде айтып отырмын 6 миллиондай адам келді. Былай қарасаңыз, Қазақстанның 3-тен 1-і артық адам келіп, немесе деп айтуға болады. Астананың 3 есе көп адам келді, Астананың тұрғындарын санасақ. Сондықтан бұл да бір өте жақсы көрсеткіш. Адамдар бір рет келмейді, бірнеше рет келеді. Бір рет келіп үлгермейді, екінші рет келеді, үшінші рет келеді. Сондықтан біз әрқашанда сол келгенде оларды қызықтыру іс-шараларын өткізіп тұрамыз. Көптеген жаңадан көрмелер өткіземіз. Адамдар тек қана залдарда емес, көрмені көруге келеді. Ол белгілі бір осындай мәдениеттік жобалар ұйымдастырсақ, ол да келушілерді көбейтеді. Сосын балалар бізге қазір каникул кезінде тегін балалар көп келеді. Мектептермен оқу сабақтары, университеттермен, тарихшылармен қазір ол да жоба бар. Сондықтан бізде, мысалға, мен қазір айта аламын, әлемде мынандай бір қызық статистика бар, осындай. Әсіресе мені жаңа Лувр деп қалдыңыз ғой, мысалы Британ музейі, Ұлыбританияда. Ол жерде ең халқын көп баратын жерін білесіз ғой, қай жер? Ол жақта футбол, мысалы. Британия бәрі футболға барады. Халық, ол жерде культ, былайша айтқанда. Бірақ статистика бойынша музейге халық ол жерде футболдан гөрі музейге көп барады. Мысалы, бізде де сондай өзін жүргізу. Бізде халықтың ең көп келетін жері, мысалы, біздің стадион Астана Арена деп ойлауы мүмкін, бірақ халықтың ең көп келетіні, енді сауда, ойын сауық орталықтарын есептемегенде, ең көп келетін халық бізге келеді музейге. Өйткені бізге күнде келіп жатады. Күнде міне 600 мың адам жылына дейін 500 мыңнан астам бір жылда стадионға бармайды. Мысалы, басқа жерге бармайды бір жылда. Тек қана бізде бар ондай көрсеткіш. Сондықтан біз онымен мақтан етеміз. Біріншіден, екіншіден, осы келген біздің қонақтарымыз музейге тағы да бір келгісі келетіндей жағдай жасауға тырысамыз. Әлі өйткені оның бәрін танып үлгермейді. Жаңағындай экспонаттарды қызықты жеткізу, залдардың әрқашан бір өзгертіп отыру, біздің әлеуметтік желі арқылы жеткізу, біз үшін осы жұмысты әрқашан ұдайы жүргізіп отырамыз. Сосын музейге келгесін халық негізгі зерттеулер бойынша тағы біздің көбісі енді келгенде не үшін келеді? Олар тек қана тарихты зерттеу үшін емес, қазіргі заманның бір қызық көрсеткіші, олар сол жерге өзін суретке түсіргенде, селфи жасауға. Көбісі келіп, жаңағы суретке түсу үшін келеді. Сондықтан біз ондайлар жағдай жасаймыз, мүмкіншілікті экспонаттарды дұрыстап, көбісі келіп, міндетті түрде сол суретке салып, әлеуметтік желіге салу. Мысалы, бір өте жақсы көрсеткіш, ол біріншіден өз үшін ғана емес, жәдігерлерді қызық болғасын, өзіңді сол жәдігерге, тарихқа байланысын көрсеткіш ретінде. Қашан келсеңіз де музейде міндетті түрде қай жерде бір суретке түсіріп тұрған өзін, селфи немесе түсіріп тұрған міндетті түрде ол болып жатады. Бұл да бір жақсы қызықты үрдіс. Кейбір арнайы сол үшін фотосессия жасау үшін келеді. Арнайы. Сондықтан біздің жәдігерлеріміздің аңызы мықты болған сайын келетін қонақтар да көп болады. Соның ішінде көбісі бізде жастар келеді, қызығу. Яғни жастардың музейге, біздің тарихымызға, жәдігерлерге деген қызығушылығы жақсы. Мен өзім, мысалы, демалыс күндері болсын, залдарды міндетті түрде аралаймын. Маған қызық, қастарында жүруге тырысам. Не қызықтырады олар? Келіп бір нәрсені талқылап жатады өздері. Қастарында жүремін тыңдап. Маған қызық, неге олар келіп, неге мынау жәдігермен қызығады?
вот әр адам өз мотивациясы бар да келу музейге. Соны біз жақсы білсек, соның сенімін ақтауға музейге келіп, былай көңілі толып кететіндей. Сондықтан бізде әлі де жұмысымыз өте көп алдымызда тұрған. Музейдің потенциалы өте зор. Енді қазір осы үкіметтің қолдауымен, мемлекет басшысы арқасының назарында жалпы демеушілерді іздеп жатырмыз, жаңадан экспонаттар. Қазір өте қызықты зал аштық, жақында ол гравюралар. Гравюра дегенде 19 ғасырдағы европалықтардың қазақтар туралы жалпы салған суреттері әртүрлі. Олар әртүрлі европалық кітаптардан алынған. Оны бізде жеке бір коллекционер жинаған, содан сұрап қазір аштық. Оның ішінде Темірлан бар, Шыңғысхан бар, француз, ағылшын саяхатшылары бар. Әркім Қазақстанды немесе қазақтардағы образын салған гравюралар. 19 ғасырдың бәрі түпнұсқа. Мысалы, өте қызық европалықтардың 19 ғасырмен кестіріп жасаған зал. Оны түсінген адамға өте қызықты. Ұлттық музейде тұруы тиіс. Өзге елден қайтарайық дейтіндей қандай да бір құнды жәдігерлер бар ма? Енді шетел дегенде бізде көбісі тек енді Ресейде. Былайша айтқанда, Ресейде, енді басқа елде ондай көп бізде таралмады. Бар енді бірен сарын. Мысалы, Түркістаннан кезінде кеткен шағдандар бар екен, Луврде мысалға. Бірақ дәл ондай шағдан Эрмитаждадыр, және өзімізде де тұр. Бізде де екеуі бар енді белгілі. Бірақ көпсік заттар осы Ресейде, соның ішінде Эрмитажда, Россия этнографиялық музейінде, Кунсткамерада. Сондықтан біз оларды қазір зерттеп, олармен бірігіп каталогтар шығарып, бізді іздеген адамдар соны білсін, көрсін деген қазір міне кеше ғана міне біздің Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігі мен Ресей Федерациясының министрлігінің арасында бірігіп, осы Ресейдің мәдениет күндерінің арасында дөңгелек стол өтті. Сонда мәдениет біздің ақпарат министріміз Аида Ғалымқызы арнайы сол жерде жаңағы Ресей әріптесімен бірге осындай бізге алдымызға міндеттер қойды. Ортақ осындай көрмелерді өткізу, Ресейдегі біздің құнды заттарымызды Қазақстанға келіп көрсету, және каталогтар шығару, және мүмкіншілігінше олардан өте құнды заттар деген көшірмесін жасауды біз қазір жоспарлаймыз. Әрине қайтару деген ол көптеген экспонат, ол сол мемлекеттің меншігі болып есептеледі, ол өте күрделі. Оған бір ол да енді егерде ол мемлекет өз еркімен бізге береміз десе, біз талап ете алмаймыз. Өйткені оның бәрін біз кезінде біраз заттарды өзіміз өткізген. Біздің аталарымыз көптеген көрмелерге барып, сол жақта олар сатып алған, сөйтіп жинаған ғой. Сондықтан оларға да алғысымыз айтамыз. Бізде жоқ жәдігерлер сол этнографиялық музейде тұр, Санкт-Петербургте. Эрмитажда тұр. Біз өзіміз оны жоғалтып алдық. Көптеген киімдеріміз, басқа да өте құнды заттар, солардан барып көреміз. Өкінішке қарай бізде 30 жылдары, 20-30 жылдарды байдың заттары деп бәрін құртты, жоғалттық. Енді сонда қиын заман болды ғой. Адам аман қалуды ойлаған zaman кейін байлыққа енді көп ойламады. Сондықтан сол музейлерде біз қазір осы жұмысты жалғастырмадық. Сонымен қатар көрші облыстарда Ресейлермен, Омбы облысында, Орынбор, басқа да облыстарда көптеген Қазақстанға байланысты жәдігерлер бар. Соларды түгелдеп, болашақта көрме және немесе каталог жасауға қазір жұмыс істеп жатырмыз. Кенесары ханның бас сүйегі туралы алып қашпа әңгімелер ара-тұра көтеріліп тұрады. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір профессор, тарихшы сүйіншілеп жіберіп, арты суаяғы құрдым болды. Не таппадық, не қоймадық, үміт бар ма? Біріншіден оны бар ма, жоқ па, толыққанды әлі белгісіз. Енді бұрыннан бері Эрмитажда көрдік, Кунсткамерада көрдік, Санкт-Петербургте дейтін әңгімелер, кейін Омбыда көрдік дегендер. Бірақ оны бір әлі өкінішке қарай бір дәлелденіп, бір жобалар тұсыз, бірақ оны ДНК арқылы ол жақта бас сүйектер, Ресейдің енді саясаты кезінде сондай болған, бас сүйектер көп. Білесіз, кезінде Кейкі батырдың
басы қайтарылды, жерленді. Сол сияқты оны тек қана бір оны дәлелдеу керек. Оны ДНК-сын зерттеп, қазір заман технология дамыған, Кенесарының ұрпақтары бар, солардың ДНК-сымен салыстырып, сондай жұмыстар жүргізілу керек. Таптық дегеннің өзінде. Сондықтан бұл енді әлі де оған жауап жоқ. Бұл бар ма, жоқ па, қайда жатыр? Жаңа өзіңіз айтқан әңгімелер көп әрине. Бізге де енді ол бір тарихи жәдігер ғана емес, Кенесарының бас сүйегін елге әкеліп жерлеу, ол да бір жаңағы Кейкі батыр сияқты, ол біздің егер басы сақталса, енді біз енді оның алдындағы ұлттық парызымыз деп есептеледі. Әрине енді ол Ресей мемлекетінің бір оған арнайы саясаты бар ма, жоқ па, енді айта алмаймын. Дегенмен де жаңағындай мына жерде тұр деген, дәл сол бас сүйегі деген бізде өкінішке орай әлі нақты дерек жоқ. Енді қазір негізгі ғалымдардың зерттеп жүргені, іздеп жүргені ол Омбы қаласында сақталуы мүмкін деген. Бірақ Омбылардың ресми жауабында бізде бас сүйегі жоқ деп айтады. Табылмады. Бірақ оны зерттеу керек, әрі қарастыру керек. Олар ол жұмыспен айналысып жатқан жоқ. Олардың тізімінде жәдігерлердің Кенесарының бас сүйегі деген жаңағындай зат жоқ. Сосын олар солай жауап береді. Бірақ ары қарай іздеу жұмыс, ол ондай жоқ дегенді білдірмейді, оны іздеу керек. Әр қайсының өйткені көптеген бас сүйектері бар, жазылмаған. Кімдік екені жазылмаған. Ол жәдігер ретінде жатуы мүмкін қорларында. Оны мамандар әр заттың қалай келгенін, қай заманда келгенін аңызы бар, соны жинақтап, зерттеп шығару керек. Оны болжамдап бірнеше бас сүйегін тапса, оны жаңа айтып кеттім, міндетті түрде ДНК арқылы дәлелдеу керек. Сондай жұмыстар енді оны Ресей әріптестерімен жалғастырып істемесек, оны табу енді өте қиын бізге. Сіз әрине ғалымсыз, зерттеушісіз, дегенмен осы саясатпен де айналыстыңыз. Осы ғылым жолындағы адамдардың саясатпен немесе бір мезетте ғана болатын саяси науқандарға қатысуына қалай қарайсыз жалпы? Жалпы кезінде менің бір ұстаздарым айтушы еді, жалпы осы интеллигенция, енді былайша айтқанда зиялы қауым саясатпен айналыспау керек. Саясатқа тәуелді болмау керек. Ол әйтпесе ол өзінің ашық ойын айта алмайды. Ол бір нәрсеге тәуелді болса, ол өзінің мазалап жүрген мәселесін жеткізе алмайды. Сондықтан көптеген біздің мынау зиялы қауым өкілдері мысалы өзінің тәуелсіздігі болғаны дұрыс. Ешкімге де тәуелді болған, билікке де, басқа бір тұлғаларға да тәуелді болмай, өз ойларын ашық жеткізіп жүрсе, ол әрқашанда олар біздің мынау ар-ожданымызды сақтап тұратын сондай тұлғалар болу керек. Мысалы кеше ғана Мұхтар ағамыз қайтыс болды. Енді барша қазаққа қайғырып көңіл айтамыз. Ол әрқашанда мысалы ұлы тұлға, оның ұлылығы осы ұлтты мазалаған мәселелерді көтеріп айтып жүрді. Ол өзі кездескенде айтатын, менің енді ол кісі кішкене әзілдеп айтады, мұрныма май құйсаңдар да мен тіпті директор, ауылдың директоры, совхоздың директоры бола алмаймын деп. Ол менің жолым емес. Бірақ қоғамда мазалайтын мәселені айту менің парызым деп. Ол кезін Арал мәселесін, желтоқсан мәселесін 86 жылы Москвада үлкен трибунада айтты. Осы елімізде қазақ тіл мәселесін көтеріп жүрді. Ол оны мәжбүр болды айтуға. Ол оны саясатпен қызыққаннан емес мысалға. Өйткені оны көтермесе, енді басқа ешкім көтермей жүрді. Сондықтан осындай кездерде әрине зиялы қауымның шешуші кезеңдерде, маңызды кездерде елді мазалаған осындай саяси мәселелерді көтеруге, немесе жаңа парламентке депутат болып, соны қорғауға, жеткізуге қызмет еткені ол дұрыс. Бірақ ол әрқашанда өзінің айтқан жолынан кетпей, осындай елге қызметі жолында жүрсе, оны халықта бағалайды, оның сөзі де, өзі де әрқашан құнды болады. Сондықтан ондай
тұлғарал болып жатса, оны қолдау керек. Айтпесе, айтатын айтып жүріп, мемлекеттік қызметке немесе парламентке барып, айтқан сөзінен бас тартып, басқаша сөйлеп кетсе, әрине оны халық ондайға ол өз беделін түсіріп алады. Халықта оған қолдау көрсетпейді. Сондықтан зиялы қауым, ақындар сияқты әрқашанда қазақта жыраулар бізде осы мынау ақиқатты басшыларға, хандарға жеткізіп тұратын, ол бізде қазақта дәстүр болды. Жалпы бидің де қызметі де сол болды. Енді онда білесіз, көптеген мақал мәтелдер бар. Би дегенде енді ол әділетті болу, әрқашанда біреуге жағу емес. Ақын жау болса да кезінде Бұқар жау сияқты, Абылайға айтқансын, сол сияқты бұл дәстүр әрқашан болу керек. Оны бір саяси күш ретінде емес, өзінің әсіресе руханиятқа дамуға байланысты осы зиялы қауым айтқаны бір бөлек, оппозицияныкі бір бөлек, олар сынап, билік үшін таласады. Зиялы қауым ешқашан билік үшін таласпайды. Кім болса да соған халықты мазалайтын мәселені бетіне айтып көтеру оның парызы. Ол болмаса, ол ұлттың рухани дамуы тоқырауға ұшырайды. Сондықтан руханияттағы мынау қазіргі осы тіл мәселесі болсын, мәдениетіміз болсын, көптеген мәселелер, экология болсын, соны біздің ақын жазушыларымыз көтеріп айтып тұрады ғой. Оны ол сынады деп, бізді билікті сынап жатыр деп, оларды бір айыптау дұрыс емес. Ол өзінің жаны ашығаннан айтады. Қазақтың зиялы қауымы өзінің басты міндеттерін орындап жүрген жоқ деген пікіріңіз бар еді. Ойыңыз өзгерген жоқ па? Иә, жаңағы ой ғой, әрқашанда олар әрқашан тәуелсіз болу керек. Саясатпен араласпағаны да абзал. Ол интеллигенция деген біздің зиялы қауым. Саясаттан жаңа айтып кеттім, ең бастысы олардың рухани дамуға көп көңіл бөлу. Егер де сол руханиятқа қауіп төніп тұрса, сол кезде халықтың айқайын, жаңағы халықтың жалпы ұлттың дамуын кей кезде көпшілік сезбеуі мүмкін, білмей қалуы мүмкін. Осы нағыз зиялы қауым, жазушы, ақын, біздің ғалымдар ғана сезімтал, олар солай білу мүмкін. Осылай бара берсек, ұлтымыз құриды. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп, мысалға, осы мәселеге қоғамның көзін ашуға тырысады. Тіпті оны кей кезде қоғамның өзі де қолдамайды. Мысалы, қазір қазақтың тойы мәселесі. Немесе теледидардан кілең жын ойнақтар көрсетеді, қайда бара жатырмыз деп, мысалы, зиялы қауымның дауысын естіп қаламыз кей кезде. Жаңағы тіленді болса да айтады, тарихты жиі айтады. Қазір арнайымыз бүкіл тарихшылардың басын қосып қазір үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Сондықтан осындай кезде зиялы қауым әрқашанда өзінің көкейінде жүрген, өзінің ғана емес, ұлтты мазалайтын, ұлт қазір түсінбесе де, қара қауым біздің көп түсінбесе де, болашақта соған қауіп болатын мәселелерді қазір алдын ала айта білу. Ондай тұлғалар бізде жоқ емес, бар әрине. Бірақ жаңағы олардың бізде көп болған сайын, біздің бұл ұлтты сақтауды бір иммунитетінің осы сол тұлғалар, мынау ар-ожданымызды сақтайтын, орысшада да совесть нации деп айтады тұлғалар. Сондай тұлғалар көп болған сайын, біздің ұлтымыздың дамуы да баянды болады. Қазіргі біздің зиялы қауым енді сол міндетін дұрыс атқарып жүр ме? Енді көптеген мәселелерді көтеріп жүр. Өздеріңізде көріп, қазір жабық тақырып жоқ. Бізде білесіздер, әрбір тақырыпты бұрын бір нәрсені айтуға қазір билік сынағысы келсе сынайды. Ұлтқа даму көрсетіп бәрін айтып жүр. Сондықтан әрине біз көбірек болса екен, осының бәрін көбірек айтса екен деген ниетіміз бар, бірақ орындап жоқ деп айта алмаймын. Иә, орындап жатыр. Онда бірақ енді көптеген үлкен арыстарымыз алып, тұлғаларымыз енді қайтып жатыр, о дүниелік болып жатыр. Оның артында өсіп кеткен жаңа буын бар. Олардың да қазір дауыстары естіліп, оны тіпті қазір көптеген жас ақын жазушылар қазір көптеген парламентте де жүр, кейбірі блогер болып, мысалға, әйтеуір көптеген мәселелер айтылып жүр. Бұрынғыдай емес. Бұрын бұндай мүмкіншілік болмады ғой, бәрін айтып, көптеген мәселені. Бұрын тек қана осындай тұлғалар ғана айтатын. Қазір әлеуметтік желі деген қатты дамыды. Шақырып
бәрі айтылады. Енді соны бірақ ескеріп, соны болашақта осындай ұлттың дамуына байланысты өзекті мәселелерді шешіп отырсақ, бұл жалпы ұлттың дамуына өз үлкен септігін тигізеді. Зиялы қауым енді олсыз ұлт болмайды, ол ұлттың көшбасшылары деп айтуға болады зиялы қауымды. Осындай тек қана өзінің жеке басын емес, өзіне бір марапат ойлайтын, премияларды ойлайтын тұлғалар емес, жалпы осы ұлтқа ең бірінші қызмет етеміз деген тұлғалар, соның ішінде үлкендеріміз аман болса, әрқашанда ол бізге бір бәйтерек сияқты барша осы азаматтарға, соның ішінде жастарға ондай тұлғалар көп болғаны ұлттың жаңағы бір деңгейін көрсетеді. Ондай тұлғаларымыз бар. Қазақтың арманы жайында жазғаныңыз бар еді. Біз өз арманымызда Қазақстанды құралдық па? Әрине, мен оны әсіресе 90-шы жылдардағы арман, біз тәуелсіздік алсақ, гүлденіп кетеміз, көркейеміз, байлығымыз деген. Енді 30 жыл тәуелсіздігімізде өздеріңіз білесіздер, көптеген проблемалар, әсіресе ескі Қазақстан деп айтамыз. Сол жерде жемқорлық мәселесі көптеген біздің даму мүмкіншілігімізді тежеп бір мүмкіншілік бермеген, оны көпшілік біледі. Көптеген ақпараттар шықты. Сондықтан бүгінгі қазір осы әділетті Қазақстан концепциясы, қазір мемлекет басшысының соның бәрін бір ретке келтіру, халықтың, мемлекеттің байлығын осы ұлтқа, ұлттың дамуына бұру, жеке бір отбасының меншігінде емес. Сондықтан бұл жұмыс жүріп жатыр. Бірақ бұлай енді Құдайға шүкір, еліміз қазір өзінің әлемдік деңгейде алған өз орны бар. Мәдениет, спорт, ғылым, көптеген жетістіктеріміз бар. Әрине, бұндай Қазақстан болатын ол бұрыннан арман болған. Дегенмен әттегеніміз бар деген мәселе ғой. Әйтпесе, біздің егерде осы 30 жыл бойын осы қазіргідей немесе осы көптеген кемшіліктер болмайтын бір әділетті Қазақстан қағидасымен жүрсек, жетістігіміз көп болады дегендей бір ой пікір бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Дегенмен де бүгінгі жетістігіміз де, Құдайға шүкір, оған басқа елдер кейбірі қызығушылықпен қарайды, кейбірі көре алмайды. Дегенмен де бәрін жоққа шығармай, өз жетістігімізді де айта білу керек, оны мойындау керек. Бұлай енді қазақтың арманы, мен кезінде айтып едім, ол бір ноғай әріптестерімізбен Ресейдегі әңгімелескенде солар айтатын, қазақ сендерде арман жоқ шығар деп, өз мемлекеттеріңді алдыңыздар ғой деп. Ағайындар ғой міне, ноғай деген. Бір еліміз ғой, қазақ, ноғай, қарақалпақ, ол бір еліміз. Сонда айтатын, қазақта арман жоқ шығар сендерде деп. Мен сонда мағынасы енді арманымыз орындалды. Көк байрағымыз бар, мемлекетіміз бар. Қанша қаражатымызды мәдениетімізге, тарихымызға салып жатырмыз. Олар соған қызықты да, енді экономика енді бір бөлек. Сол ойдан туған нәрсе, сосын арман жоқ дегенде, шын мәнінде де бір армандық жеткендей. Бірақ қазақта сондай ұғым, шынында бізде арманымыз не біздің? Арманымыз қандай? Нақты образы. Сол кезде туындаған әңгіме, осы арманымыз, қазақтың арманы не? Тәуелсіз мемлекет болу, ары қарай қандай арманымыз бар? Сондықтан әрқашан әрбір ұлтты көрсететін белгілі ұлттық амбиция болу керек. Бұл жаңа мемлекетшілдік дегеннің бір несі ұлттық амбиция. Бізде әрқашан ұлттық амбициялар болды да, бірақ кішкене бір жалған, бір иллюзиялық амбициялар болды. Мынау 30 мемлекеттің құрамында болу, немесе басқа да бір жалған бір амбициялар болды да, сол біздің негізгі басым бағыттардан былай даму нүктелерінен негізгі өсу содан кішкене бұрып кеткен сияқты. Көптегенде показной индустриализация, деп көптеген бір жалған жобалармен көп қаражат кетіп қалды. Сол ғой жаңа айтып отырған. Сондықтан біз қазір нақты қандай болуымыз керек, ұлтымыз қандай болуымыз керек, ұлттың
жетістіктері қандай болу керек, соның образын даже былай елестесек, бұл болашақта ұлттық амбицияны қалыптастырады. Бұл әлемдік деңгейде жаңа спорттың өзінде, мысалы біз спортымыз енді құдайға шүкір дамып жатыр, бірақ көптеген позицияларымызды жоғалтып жатырмыз. Мысалы ғылым саласында енді бар жетістіктер, білім саласында балалармен әрқашан мақтанамыз, олимпиадалардан жетіп жеңіп жатқан оқу, шахмат дейміз, басқа да осындай ұлттық амбицияларымызды алға қойып, үлкен міндеттерімізге соған бар күшімізді жұмылдырсақ, бұл да біз қазақ екенімізді әлемге жеткізіп, өзіндік орнын алу. Тіпті бәсекелестік бар, сол бәсекелестікті де мойындау керек. Бүгінгі күні енді сыртқы саясат мәселесінде біздің алда жүргеніміз енді бәрінде бүкіл әлем бізге келіп жүрді. Мысалға, бұл да енді Қазақстанның сонша мемлекет басшысының беделін көрсетеді. Мәдениеттен жетістіктеріміз бар, бір Димаштың өзі қаншама үлкен жетістіктерге жетті. Сол сияқты осындай амбициялық жобалар нақты көрсеткішпен болса, бұл да болашақта ұлттық арманды халықтың да көбісі соны сезіну керек. Көбінесе бізде ұлттық арман емес, жеке адамның армандары басында. Мен байысам, мен бүйтсем, сөйтсем деген жеке бір жетістікке жетсем деген сол жеке амбициялар бір тұтас, бір үлкен ұлттық амбицияға жету керек. Мысалы, футбол болсын, спорт болсын, басқа несін, сондайларды көбірек айту. Одан ұялу керек жоқ. Ол спорт болсын, жаңа айттым, мәдениет болсын, экономика болсын, сонда тіпті тарихтың өзінде амбиция керек. Біз тарихымыз осы 500 жыл бұрын басталды, немесе бұрынғы тарихымыз жоқ деп бізді кезінде солай тәрбиелеп өсірді, біздің тарихи амбициямыз болмады. Былайша айтқанда, өйткені біз үлкен алып империяның мұра керек екенімізді Алтын Ордадан айтуға болмайтын тұғын. Біз мысалы 2005-2006 жылдары айтып жүргеннің өзінде бізге күлетін тұғын. Қандай амбиция, қандай империя айтып өзінде? Біз қазақ мемлекеті империя болған, өзімізде мынау жойып жіберген ғой. Соны қазір қалпына келтіру. Біз кешкентай ғана бір ел бүкіл осы өңірді басын қосып, қазақ хандығын көн ол кезде шынында ол империя болып саналатын тұғын. Империя деген сөзді қолдануға біз ұялатын тұғымыз. Қандай біз тіпті сондай деңгейге жеттік, соны қазір қалпына келтіру, әлі тарихи сананы қалпына келтіру жұмыстар әлі жүріп жатыр. Қазақтың ендігі миссиясы не? Біз осы ең бастысы жаңа айтып кеттім, ол толыққанды ұлт болып қалыптасуға біздің әлі де ол процесс жүріп жатыр. Ол ұлттық намысқа байланысты, біздің ұлттық мәдениетке байланысты, ұлттық мінезімізге байланысты, намыс, жаңа айтып отырмын, жаңа әр осы толыққанды ұлт ретінде қалыптассақ, бізде тіл мәселесі күн тәртібінде тұрмайды. Онда әрбір қазақ қазақша сөйлейді. Қазақша сөйлегенде басқалар да қазақша сөйлейді, қасымызда жүргендер. Мысалға, қазақ тіліне ешқандай қауіп төнбеу керек, халық уайымдамау керек. Неге мен қазір бүлдіршіндер балаларымыз қайтадан орысша сөйлеп кетіп жатыр, теледидардан қарап, мультфильмдерді қарап, көшеде бәрі орысша сөйлеп жатыр деп неге қазақтар? Ондай мәселе болмайды. Мысалы, толыққанды ұлт, өйткені әрқайсының өзінің намысы бар. Қазақ тілінде сөйлеу борышы, парызы болып есептеледі. Өз-өзін сыйлайтын, құрметтейтін, өз-өзіне сенетін, сол толыққанды қалыптастыру ұлттық стандарт әлі біз жеттік деп айта алмаймын. Ешкенестен былай қаймықпайтын, өз-өзіне сенетін, өз арманына сенетін ұлт ретінде сондай бір ұлт ретінде осы процесс әлі жүріп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бүгінгі жүргізіп жатқан саясатты, мысалы тарихтың өзін айтқанда, соған қызмет етеді бәрі. Сондықтан мен қазақтың миссиясы әлі болашақта өзінің үлкен ұлттық амбициясы, ол өзін бүкіл әлемге әлі мойындататын, әлі үлкен жобалар әлі тағы да болады деп сенеміз. Бүгінгі күні өз-өзін сыйлайтын, өз-өзін басқаға сыйлата білетін, сондай толыққанды ұлт болып қалыптасуы бүгінгі күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі. Рахмет, Берік Әбдіғалиұлы, студиямызға келгеніңізге. Сіз айтқандай толыққанды, ұлтжанды ұлт болып қалыптасатын күн алыс емес деген үміттеміз.
Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.